мақтанам. Қауышып жұртым жиналды, құт болсын наурыз думаның. Ұлыстың ұлы күнінде көгіңнен шуақ нұр жаусын. Ақ жарма тілек айтылсын, көрісі барша ағайын. Ақ жарма айтар ағайын, көрісіп менге алайын. Төріне бәрін сыйдырған ағайындар хан пейілді. Көлге ежелдің салтын сақтаған, өтсе де бастан не заман. Мәрттігі аңыз өр елім. Көрісу деген не өзі? Балам, көрісу деген бұл жылдың басы. Адамдардың бір-бірімен өкпе реніштерін ұмытып, бір-бірімен көрісіп, жақсы тілектер айту. Бәрі құттықтап жатыр. Мен неге екенін түсінбедім. Балам, көрісу деген, наурыз дегеніміз ол жылдың басы. Көрісу адамды табиғаттың жаңаруы. Көрісу дегеніміз бұл адамдардың жүрегінің жаңаруы. Мен оны достарыммен көрісіп келейін айтып. Жақсы бала, тоқтай тұр, мен саған батамды берейін. Қауышып жұртым жиналды, құт болсын наурыз думаның. Ұлыстың ұлы күнінде көгіңнен шуақ нұр жаусын. Ақ жарма тілек айтылсын, көрісі барша ағайын. Ақ жарма айтар ағайын, көрісіп менге алайын. Төріне бәрін сыйдырған Біздің қазақтың дастарханы. Ет, бешбармақ қазақтың ұлттық тағамы. Бізде бауырсақ, торт. Сотшылар бұл дүниенің төрт кеңістігін білдіреді. Бұл ойынды біз сандыққа, кебежеге, батырлардың киімдерінің шапанына жабыстырамыз. Ал біздің қазақша тұмарымыз бұны көбінесе адамдар көз тимеу үшін тағып жүреді. Үйлерге де тас қояды. Амал күні қазағым көріседі. Көрісу бұл көненің желісі еді. Жасым құтты болсын деп жамырасып, ақ ниетпен адал бол.